Сәлеметсіз ба, Светлана, қалайсыз? Жақсы демалып жатсыз ба? Не жаңалық? Так. Пост салуға үлгермей жатырмыз, бірақ. Жағында жақсы жаңалықтарды айтып жіберейін деп жатырмын, барлықтары түсінбей жатыр қыздар. Тыныш. Демалдыңыз ба, ұйқыңызды қандырдыңыз ба, өзіңізге келдіңіз ба? Қыздарды күтейік кішкене. Кішкене қыздарды, адамдарды күтейік. Өзіңізге келіп жатсыз да? Аха. Жаймен деп, не? Жаймен деп, жаңағындай нені істей беріңіз. Посттарыңызды шығарып, аудитория жинап, не? Шыға беріңіз. Потому что тренердің мақсаты, енді сіз болашақ тренерсіз, тренердің мақсаты әрқашан қозғалыста болу керек. Халық қандай адамның артынан жүреді, да? Постоянно жүретін адамның артынан жүреді, жүгіретін адамның артынан жүреді. Егер сіз тұрсаңыз, сіздің артынан халық жүгірмейді. Сондықтан, не? В первую очередь, біз өзіміз қозғалуымыз керек. Біз өзіміз қозғаламыз, сол кезде бастап бізде уже біздің артымыздан адамды еріп, сол халықтың көшбасшысы, лидері бола аласыз. Тұрған ағын су болса, тоже лайланады, сасиды да, ал өзендер постоянно ағып отырады. Сондықтан біз не істеп отырмыз, біз дамып отыруымыз керекпіз. Уақыт ешкімді күтпейді. Егер жетістікке жеткілеріңіз келе ма, бір сөзбен айтқан, успешный болғым келеді десеңіз, жетістікке жеткіңіз келсе, бір орында қозғалмаңыз. Жетістік деген еріншектерді, жалқауларды сүймейді, қолдамайды. Сондықтан еңбек етіңіздер. Еңбек адамды өсірген. Бүгін енді көптен бері іште жиналыс өткізген жоқпыз, алдында тоже терапиялық тренинг өткіздік. Сосын соған байланысты біздер демалдық бір апта, бізде уже бір апта, екі апта, үшінші апта бізде мысал қарап тұрғанда, оның өзінде уже бәріміз босаңсып бара жатырмыз. Бүгін жиналыс өткіздік. Бізде әр вторник күн сайын супервизия болады іште. 5-ші күн сайын бізде жиналыс болады постоянно, да? Біздің уақытымыз бар. Супервизияда көбінесе жаңағындай проблемаларын шешеміз. Супервизия деп аталады, суперревизируем, да, вот. Сондықтан бізде көбінесе ревизия жасауымыз керек біз. Сол енді көбісі біздің парақшаны таба алмай жатыр, қайда кетіп қалды деп, самға атауын алып тастадық, жойып тастадық. Себебі қазір екінің бір иллюзияда шыққан жақсы көреді, қалықтағысы келеді, да, как бы иллюзия жақсы көреді. Жеңіл, оңай метод, да, как бы. Получается, кратковременный эффект жақсы өтті. Кратковременный эффект деген, аз болса да, құттай болса да маған көмектесе екен, аз болса да, 5 минутқа болса да, көзімді сиқырласа екен деген сияқты, да. Біз өзіміз клиенттерімізді өйтіп алдай алмаймыз, да, ешкімді. Сондықтан кратковременный эффект, конечно, ол жақсы, қазір күшті болып кеттің. Ертең бара-бара не болады? Құлайды. Сондықтан қазір мына коучтар көбейіп кеткенсе, оқымағандықтар осылай тез-тез коуч боламыз дейді. Оқымай коуч, проработа етпеген коучтар тек қана білім алып алады, теория алып алады, бітті мен коуч боламын, өйстіп ақша табамын дейді. И өздерінің ішкі жан дүниесін проработка өзгерту жасамағандықтан уақытша эффект береді адамдарға, кейін ол эффект құлайды.
жаңағындай не фундаментсіз үй салған сияқты болады да. Бүгін күшті, әсерлі, керемет күй бәрін жасай алатын сияқты болады, сосын уже бір айдан кейін ештеңе істей алмайды да. Это менің түйсігімде ол состояние да, мен білмеймін, біреулерге сол ұнайтын шығар, енді мен өйтіп біреу жамандай алмаймын. Пускай ұнаса жүре берсін. Біреулер таяқ жегенді де жақсы көреді, удовольствие кайф алады да. Сол сияқты опасный метод деген фильм бар ғой. Фрейд пен жаңағы Юнг ойнайтын, сол кезде жаңағы қызды кішкентай кезінен ұрғандықтан ана прям удовольствие получает да. Бар. Баланы не кішкентай кезімізде ұруға болмайды. Себебі бала ұрғана өлмейді дейміз. Бала ұрғана удовольствие алып шығады екен. Удовольствие, мазохизм да. Өскенде подсознательно, чтоб ұрғызатын іс-әрекеттер жасап тұрады, өзі байқамайды да, мені қазір ұрсын деген сияқты. Ыцаяқ жасағанда бірдеме санда қопырап сөйтіп жасап тұрады, чтоб ұрсын да. Блок подсознанияда блоктыр мен ұрсын деген. Сосын барады, ана шыдай алмайды, ұрып жібереді, сосын ренжит, жылайды. Но самом деле внутри подсознание түпкі санада рахаттанып тұр, ұрғаннан рахаттанып тұр. Это мазохизм да. Бар құрбан жертвалардың бәрі мазохизм. Бүгін бізде жиналыста шештік. Мен марттағы менің диссертациям, қорғайтын диссертациям зависимость тәуелдік деген тақырыпта отырмын. Соны қорғап шығарам мартта. Мен тақырыбым. Осы туралы көп болады, жаңа жертва, зависимость, құрбан болу, мазохизм, барлығы осының ішіне кіреді, соның бәрін қолдаймын, қорғап шығам. Кешәрі қыздар, Гүзира, сәлематсыз ба? Гүзира, сіздің жетістігіңіз үшін өте қуаныштымын. Медленно, но постепенно хотя бы, да? А потом кейбіреулер тез грандиозно шығысайды да, шашап қалады. Ана үйде уборка саңыз бәрін обед ішпей, таңертең тұра салып, кешке дейін біткенше шаршағанша жинаймыз, ертесі күні уже шаршап жатамыз. Сосын бір аяқ киіммен басып баратса, уже айқайлаймыз, балаларға тиісеміз. Поэтому үйтіп жұмыс жасап керек емес та. Медленно, потихонечку, күнде. Жақсымын, Гүзира. Бүгін жиналыс жасаушы едік, супервизияны бетін күнге қалдырдық. Сол нені? Кеш жарық, Галима. Бізде Ақтау қаласында 21 желтоқсанда сенбі күнге іште тренинг болады. Ақшам көп болсын десен деген тақырыпқа тренинг болады. Ақшам көп болсын десен. Тренинг 4 сағат жарым, 5 сағат өтеді. Бағасы 20 мың теңге. Себебі бұл ақша тренингі болғандықтан, кім ақшасын көтергісі келеді, бұл арзан болуға болмайды. Бағасы 20 мың теңге. Іште 4-5 сағат болады. Бұл жерде теория болмайды. Теория кішкен қысқа, но практика жүреді бұл жерде. Тренинг қой өткен, лекция емес, практика жүреді, конкретно мощный. И поток ақшаны көбейту жолдары ашылады сіздерде, да? Вот. Еше де жоқ информация, қыздар, еше де жоқ информация, сондықтан мен оны ақылға сатамын. Себебі мен де осы 2009 жыл көп ақпаратты тегінге бердім. Мен парақшам ашық, көбісі алып, ұрлап жүр, мен оны көрдім, түсімде де көріп жатырмын, қыздар. Я өзім воровство не люблю. Ұрламасақ бізде ақшамыз көп болады. Мен өзім ұрлық жасай көрмеймін. Даже біреудің деген цитатасын ұрлап аламыз ғой, ұрлық болып саналады екен да, біреудің жазған сөзін. Соны оның астына Абай, Құнанбай, Шәкәрім деп жазып қою керек екен. Өзің жазғандай боласыз, значит ұрлық болып саналады да. Мен өзім ұстазым оқып айтқандағы да бұның бәрі ұрлық екен. Өзіміз туындауымыз керек көп нәрсені да. Сондықтан сіздер ақша беріп сатып алу арқылы өзіңіздің энергияңызды толтырасыз. Сіз ешкімге міндетті емессіз, қарыз емессіз, алдыңыз. Сіз оның алдында борыштар емессіз. Екеуіңіздің араңызда тепе-теңдік болады. Ол сізге білім берді, бойыңыздағы ақша көтерілу энергиясын ашып берді сізге, ал сіз оған не бердіңіз? Благодарность ретінде ақша бердіңіз да. Вот. Поэтому көп жерлерде обмен болады. Обмен болу керек всегда, чтобы бізде өзіміз болуымыз үшін да. Желательно барлық нәрсенің авторы өзіміз болуымыз керекпіз. Я всегда так пишу дейді. Классно. Авторды, да, өміріміздің автор бәрі өзіміз болуымыз керек. Да, кейде маған болады, біреудің өлеңдері қатты ұнайды, пожалуйста, алуға болады. Бірақ ол өлеңді оқып айтып бергеннен кейін Мұқағали Мақатаев деп айтамын. Потому что ол автор мен емеспін, да. Это надо благодарность болу керек қой, сол кісінің жазған өлеңіне алғысын болу керек, атын айтуымыз керек. Қазіргі таңда әншілер көптеп қаптап кеткен әншілер. Ол кімнің өлеңі екенін де айтпайды. Жазған адамға да бір благодарность болу керек қой. Мейлі сен оны сатып алдың. Да?
благодарность болу керек та. Соны жазған адам осы жеген нанды да адам адал жеу керек қой қазіргі таңда, былай қарап тұрғанда. Ақшам көп болсын десем, бізде тренинг сенбі күні болады. Ал енді менде мынандай сұраныстар болады. Ал біз басқа облыста қыздар Ақтауда емес, біз өте алмаймыз ба деген. Өте аласыңдар. Онлайн өтеді. Онлайнды мен 11 қаңтарға қойып отырмын, келесі жылға. Онлайн всегда мен арзандатамын. Бағасы 5000 теңге. Пост әлі шығарып үлгермей жатырмын. Қыздар айттым ғой кешегі интенсив тренингтен кейін біздер демалдық, шаршадық бір апта бойы да. Өзімізді келтірдік, восстанавливать еттік. Бассейнге там, неге спа-салон отдыхали, да. Енді сол бүгін жұмысқа шығып, супервизия жиналыс өткіздім. Алла қаласа пост ең шығарам. Онлайн сабақ 11 қаңтарда болады. Оның бағасы 5000 теңге қыздар. 5000 теңге. Ишеде жоқ құнды ақпарат. Именно как можно так делать, чтобы энергия прям поток құсап, ақша поток құсап келіп тұру үшін. Да? Ақша кризис шағда любой адам басында болады. Бизнесменнің де басында, миллиардердің басында болады. Любой адам басында болады. Бірақ сол энергияны біз қалай шақырамыз? Главное, үнжырғамыз түсіп, қатты беліп кетпеуіміз керек. Біз көп адамдар мындай ақша болмай қалған кезде қиналып қаламыз да. Настроение түсіп қалады, көңіл күйім түсіп кетеді. Мен көбінесе өзімді бағалай детім. Себебі самооценкамыз жоғары болады біздің да. Там қалыпты, бір қалыпты жағдай болады да. Күшті көтерім күйде жүреміз бір қалыпты. Біздер эйфорияда жүреміз, көтеріліп, қалықтап. Күшті медитация, ойлар тыңдап, әуен тыңдап. Сосын там өмірімізде проблема болса қайттан құлаймыз, мынандай волна сияқты да, мына ненің жүректің нелер сияқты бүйтіп құлаймыз. Сондықтан мен айтамын, бір тіке волнада жүрсек, бізде болмайды онда проблема ақшалармен болмайды. Себебі бізде бір қалыпты жүруіміз керек біз. Мен ақшам бар, мен осындаймын, күштімін. Мен ақшам жоқ, тоже мен күштімін, осындаймын. Понимаете, да? Ақша біздің көңіл күйіміз түсірмеу керек. Понимаете, біз ақшаға тәуелді болмауымыз керек, біз ақша бізге жұмыс жасау керек, ақша бізге мұқтаж ету керек, ақша бізге өзі келу керек. Сондықтан ақшам көп болсын десең, онлайн ол қаңтардың 11-інде болады. Бағасы нормально, қыздар, 5000 теңге. Вот. А живой енді, конечно, 20 000, потому что бірге контактировать етеміз, бірге не істейміз. Онлайн, онлайн тоже хорошо, но онлайн болғандықтан ол бағасы да осындай болады. Себебі кез келген уақытта интернет біреуді нашар болады, біреу ертең қарап қалады, соған байланысты бағасын кішкене түсіреміз. Вот. Егер онлайнға қатысам десеңіздер, тіркеле беруіңізге болады. Ертең жақындап қалған қыздар үлгермей қаласыңдар, қыздар. Үлгермей қаласыңдар. Вот. Сосын тағы бір жақсы жаңалық, енді ақша осы енді бізде 3 декабрьде болатын ақшам көп болсын деген офлайн тренинг қой, ал онлайн 2020 жылы январда болатын болса, жақын арада өзімді табу деген тақырыпқа лекция жүреді. Бірақ ол Facebook каналында болады. Себебі қазіргі таңда сұранысқа көп ие болып жатыр, сұраныс болып жатыр. Ол тақырыпты жүргізетін бізде Баше Биаз Макашина. Себебі ол кісінің өзінің мақсаты, өзінің тақырыбы, халыққа жүргізетін өзінің тақырыбы, именно өзімді табу, өзімді тану. Сол кісі жүргізеді. Ал менің өзімнің мақсатым жаңағы предназначение. Бұл өмірде өз жолымды табу. А предназначение любой адам тапса не болады? Бай болады. Рухани бай болады, және материалдық бай болады. Қаншама адамдар жүр, өзінің предназначение таппады, или өзінің предназначение қол жеткізе алмай жатыр, қаншама адамдардың өмірінде қаншама таланттар іште тұншығып жатыр, былай қарап тұрсақ, оның бәрін ашуға болады. Именно сол немен жұмыстанатын менмін да. Сосын этот не? Енді біз барлық нишаны алып жүре алмаймыз, әркімнің өзінің бір дамытатын нишасы болады. Өзімді табу, именно ол Facebook парақшасында болады. Неге қатысатын қыздар ертең кім Биаз Макашина өзінің постын шығарады, как раз қатысатындар сонда тіркелсе, болатын сайтын айтып жібереміз, Facebooktың именно сілтемесін жібереміз, чтобы спокойно видео қарауға. Неге Facebook? Потому что Instagram 24 сағат қана сақталады, сосын үзіліп кетеді. Ал оқырмандарымыз, тыңдаушыларымыз өте көп, біреу оқып қалса, біреу оқи алмай қалады, біреу үлгере алмай қалады деген сияқты эфир жоғалып кетеді.
Ал оның бәрін жүктеп Инстаграмға салуға бізге тағы да қолымыз тимей жатыр. Сондықтан Facebook парақшасында тұрған нәрсе ол қалады. Кез келген уақытта осы сенбіде өткізіп алған тақырыпты сен келесі сенбіде демалып қайтадан қарай аласың. Кез келген удобно очень. Фейсбуктың бір жақсы, ол жақта неше там 4 сағат бекен, 4 сағат жүреді эфир. Өте керемет. Барлық ақпараттың бәрін беріп үлгеруге болады. Ана жерде енді бастап жатқан кезде үзіліп қалады, сосын келесі екінші видео болады, сосын үшінші видео болады. Ана адам басын шатастырады да, бірінші сабағы айс, екінші сабағы айс, үшінші сабағы айс деген сияқты. Фейсбукте жүргізетін болдық. Ну, жалпы YouTube каналда да жүргізуге болады, нет? Но YouTube каналда там болмай тұр. Себебі YouTube каналда реклама жасайтын адамдар доступ бермей тұр. Себебі ол жақта YouTube'ты 1000 подписчик болу керек. 1000 подписчик болғанда береміз. Причем 1000 подписчик деп бізде сұрақ қойған кезде олар айтады, біз сіздің 1000 подписчигіңіз болса, ішіне реклама саламыз. Бізге де нанға да, тамаққа да табыс тапқымыз келеді дейді. Біздің де отбасымыз бар дейді. Какой выгода дейді сіздің? Сізге YouTube канал ашып берем дейді. Ода сізде оқырмандарыңыз аз болса дейді. Жарайды, жақсы. Қазірге онда болмады, сондықтан біздер Фейсбукке жүргіземіз. Сондықтан YouTube прямой эфир трансляция болмайды. Тек қана осы сабақтарды загрузить етіп қана құйып жатырық, болды. Скоро алдында онлайн сабақ алып қойды, сол сабақта шығады. Бізде жаңа бір маркетолог, менеджер дайындап жатыр, өзі құйып жатыр. Былай тіке прямой эфир болмайды, мынандай сияқты да Инстаграмда. Сосын Инстаграмда жаңағындай компьютермен де жаңа видео түсіру мүмкін емес екен. Сохранить етуге болады екен компьютермен, былай түсіну мүмкін емес екен. Маңғыстау тұрғындары, егер ақшам көп болсын деген тренингке келіп қатысам десеңдер, мүмкіншіліктерім бар. Себебі қазіргі таңда мен көп жиі естимін, маған көп сұрақтар, хаттар келеді. Жаңағындай қарыздан қалай шығу керек, ақшаны қалай жақсартуға болады, ақша көп болса не істеу керек, десе, қаржыдан проблема көргім келмейді. Біреулер айтады, жақсы ақша табам, бірақ дейді, бастан қарызға кіріп кетемін дейді. Бастан қарызға кіріп кетемін. Енді болды, қарызымға кірмеймін, бәрін жаптым деп сөйтіп атадан тағы да қарызға кіріп кетемін дейді. Міне сондай жағдайлар болады, қыздар. Сондықтан мен айта кететін нәрсе, обычно постарайтесь проблему решать келіп проблемаларыңызды шешуге болады, қыздар. Поэтому Маңғыстау тұрғандар сондай. Онлайн қатысам десеңіздер, пожалуйста, онлайн қатысуға да болады. Себебі өздеріңіздің қаржы блоктарын ашып берем. Екі мың жиырма деп отыр. 2020-ға келесі аптадан бастап жаңа план құрастырамыз. Сол планға байланысты өздерің ұсыныстарыңыз бар ма? Осындай тақырып қызық, осындай өткізем деген. 2020-ға. Декабрь болып қалды уже, осы апта болды. Бәріміз жаңа жылға дайындаламыз, отбасымыз бар деген сияқты. Тренинг бәрін қоямыз. Семинар бәрін қоямыз. Тек қана осы апта қалып болды. Содан кейін уже келесі жаңа жылда кездесеміз январларда. Өзім айттым ғой, жаңа проект қорғайын деп аттым тәуелділікке. Соны қорғап шықсам, как раз айтарым көп болады ол кезде де. Ал енді сіздердің өздеріңіздің бір нелеріңіз бар ма? Осындай тақырыпқа сабақ өту деген сияқты өздеріңіздің. Себебі қай тақырып больше сұранысқа ие болады, сол тақырыпты алам. Өздеріңіздің 2020-ға қосатын өздеріңіз тақырыптарыңыз болса, рахмет, сәттілік. Рахмет. Қаржы, ақша туралы білім керек. Кәдем, онда онлайн сабаққа қатысыңыз, қаңтарда болатын.
күшті тренинг болады қыздар, күшті тренинг болады. Ақшамен кездесесіңдер, ақша блогын ашасыздар. Себебі қыздар, ақша деген нәрсе вообще энергия өте қатты, огромный, сильный дейді, өте сильный, мықты, қатты энергия екен ақша деген, да. Сондықтан дайын емес адам күйіп кетуі мүмкін, отқысап тұрады. Ал сендер мықты болсаңда күймейсіңдер. Соның деңгейіне сай боласыңдар, және ол сендерге өзі постоянно келіп тұрады. Көп адамдар жаңағыдай ақшаны не көреді да? Ақшаны жаңағыдай мақсат көреді, сосын ақшаны деген средство дейді ғой, керек алатын затына не көреді. Бұның бәрі қате ұғымдар қыздар. Ақшаның потогын ашқым келеді. Әрине болады ақшаның потогын ашуға. Алла тағала деген бар адамға ақшаны қанша қалайды сонша береді екен. Ол барлық біздің мына жеріміз екен да. Баяда менде үкіметтің жұмысын жасап жүрдім ғой. 50 мың, 60 мың алатын кезде. Ойладым да, мен одан жоғарыға дайын емеспін деп. И өзіме сол кезде, күнделігімді жазып жүрген кезде 200 мың алам, 300 мың алам деп жазам. Все равно миыма сенбейді, не етіп тұрсын деген сияқты да. Маған кәдімгідей фигушка көрсетіп тұрады, саусағын көтеріп тұрады да. Мә саған өтірік айтпа деген сияқты. Өте сондай болды да. Миым сенбейді, маған сенбейді. Вот. Содан кейін барып жаймен деп көтеріп бастадым. 50 мың болды ма, 100 мыңға мақсат қойдым. Сосын 200 мыңға мақсат қойдым да. Сосын 400 мыңға. Сол кезде миым сеніп бастайды да, потихонечку. И мен деген, по-моему, 5 жыл ма, 7 жыл кәдімгідей 200 мыңға өсім. Вообще не работал, не помогает. Құр уақыт кетіп жатыр да, осындай уақыт аралықта. Ақшаны осындай ұстағым келеді, жүрегім иманды ұстағым келеді. Мына біз миымызды сынып қалған ғой, мынандай деп, типа, ақша жаман, ақша харам, ақша деген адамды құртады, ақшасы барлар жаңағыдай жауыз, жүрегінде иманы жоқ деген сияқты. Менде де ондай болды. Ол блоктардың, потоктардың бәрін арылдым ғой. Бай болуға қорқатындарымыз бар. Типа, бай болсақ, имансыз болып кетеміз, көргенсіз болып кетеміз, одан сондайлардан қорқатын едік та. Сондықтан не ақша потогын ашу болады екен. Главное, жағымсыз блоктардың бәріне айырылу керек та. Қаншама жұмыстандық, сосын жағы ішке купюр ақшалар әкеліп қоя мен ақша тренингінде. 10 мыңдықтар, 5 мыңдықтар, 3 мыңдықтар ойнаймыз біздер ақшамен. Біреулер ана ақшаны ұстап атырған кезде қолдары дірілдеп бастайды. Біреулер ана ақшаны деген ұстап атырған кезде бүйтіп искеп жиркенетіндер де бар. Понимаете, да? Қалай ақша келмейді да адамға. Ондай жағдайлардың бәрі болады. Сондықтан ана ақша энергиясын көтер. Сосын жаңағыдай өсек айтамыз, жамандаймыз, жаңағыдай. Даже ойнап болса да жамандауға болмайды екен. Баяғыда Наталья Правдинаның бір сөзі бар еді. 2000 қай жылдар, 2008 жылдар ма, мен алғашқы рет оқыған кітабым ғой, енді Наталья Правдина. Вселенная дейді. Вселенная вашу все воспринимает за чистую монету деген сөз болды да. Вселенная дегенді жаңа біздің түпкі санамыз ғой енді. Барлық біздің ойымызды шуткамызға дейін шындыққа қабылдайды екен. Да? Біздер бала кезімізде ойнап жаңа мен сондай ақымақпын ғой, бірдеме деп ойнаған сияқтылып айтамыз ғой, соның бәрі, сен ақымақ екенсің ғой деп түпкі санаға сенеді. Шутканың бәрі акасы болмайды екен, ойнап қалжыңдап болса айтуға болмайды екен. Себебі мына түпкі санамыз сынып қалады. Біздер жаңағыдай Вселенная все воспринимает за чистую монету деген мағынасы содан екен. Мен басында алғашқы оқыған кезде тұрып қалдым да, бұл қандай мағынада береді деген сияқты. 2008 жылда жаспын ғой өзі. 24-тен ба, сонда ойланатын едік та. Енді қазір қарап тұрасың ғой, барлығын болмайды екен. Например, ойбай, жаңа біреу саған ақша сдача беріп отырған кезде біз шуткамен ағыл дейміз көбінесе. Ой, керек емес. Ақшасы да әрең жүрміз деген сияқты. Шутка болса да айтып керек емес екен. Ақшасы да әрең жүрміз. Түпкі санаға сынып қалады екен, сондай сөздер.
сондықтан айтуға болмайды екен ондай сөздерді. Біз түпкі сана деген барлық шындық деп қабылдайды екен. Барлық біз ойнап айтып жатқан, қалжыңдап айтып жатқан сөздеріміздің бәрі. Сондықтан өйтіп шутка ұстап керек емес екен да. Вот. Енді сол қаржы жағында ақшаны көтеру үшін блогтарды ашу керек болып тұр. Себебі мен байқап отырмын, қазір көбісінде сондай маған хат түседі, қаржыны қалай өсірем, қаржыны бүйтем, сөйтем. Сосын қаржы туралында жаңағындай қылып блогтарын шешіп берсем, бай дәулет болып кетсе, олар да жарқын болып өмір сүрсе, онда сондай тренинг дайындайшы деп алдынан бері дайындаған тренингім ол қашан бітірдім соны жақында. 3 ай бойы дайындадым, жақында бітірдім тренингті. Сосын маған айтады, сіз тренингке қалай дайындаласыз дейді. Мен тренингке ұзақ көп дайындалмаймын қыздар. Оны іште қыздар да біледі, мен себебі неліктен, білмеймін неліктен екен. Бірақ білемін ғой, білмейтін себебім деп айтып тұрғаным, может, ішімде бір какой-то менде ресурс па, бірдеңе бар. Себебі мен деген на ходу жасап жүрген жақсы көрем. Себебі жаңағындай не бар ғой, импровизация дейді ғой, сонда импровизациямен айналсам да, ешқашан менде планмен жүрмейді тренингтердің бәрі. Сондықтан мен не істемеймін, тренингке көп дайындалмайтын себебім сондықтан. Мысалға мен осындай план жоспарлаймын. Сағат осындай уақытта осындай өтеді, сосын осындай өтеді, содан кейін осыны айтам, сосын осыны істеймін. Болмайды олай. Менде болмайды. Менің тренингіме қатысып жүрген қыздардың бәрі біледі. Мен тренинг 7 адам болады ма? Мен 7 адам бәріне проработка жасаймын. Потому что мынаны сұраусым мынандай келіп тұрады, мен деген самооценкам көтерім келеді, мына айтып тұрады, мен күйеуіміз арамызда конфликт шешкім келеді, мына айтады, баламен қарым-қатынас шешкім келеді, мынау айтады жаңағындай жұмысымда алға басып кеткім келеді, соны шешкім келеді. И мен осылардың бәрін қосып коктейль жасаймын. Да, и тренинг өткен. Получается, 7 адам 7 түрлі тақырыпқа тренинг өтіп кетеді менде, да? Вот. А мен мана дайындап келген программа қалып қойды. Сондықтан мен не істемеймін, да, программамен жұмыс жасамайды себебі сондықтан. Потому что маған қатысушыларым біледі, мен барлық 7 адам болса 7 адамға эффект берем, 10 адам болса 10 адамға эффект берем, 15 адам болса 15 адамға эффект берем, да? Менде болмайды. Мен себебі лектор емеспін, лектор болса мен сөйлеп тұра берем ғой, сөйлеп тұра. Өзіне керек адам жазып алады, анау жазып алады, анау түсінбес ұйықтап отырады, әйтеуір мен лектормен сөйледім, маған бәрібір. Да? Түсінсең өзің түсін, түсінбесең өзің түсінбе. Ақшамды алам да кетем, мен өйтпеймін, да? Менде 15 адам болды ма, обязательно 15 адам нәтиже алады. 7 адам болды ма, 7 адам алады, да? 8 адам болды ма, 8 адам. Неғұрлым адам көп болған сайын мен шаршаймын, қыздар. Маған аз адам болған жақсы. Вот, потому что мен барлығын эффект берем. Онлайн тоже солай жұмыс жасаймын. Онлайнда маған 30 адам тіркелді ма? 30 адам менің жауапкершілігімде. Список менде алдында тұрады, дәптерімде 30 адам. Тағы қарап отырам. 30 адам нәтижеге жетті ме екен, бәрі түсінді ме екен, алды ме екен, өзіне керек нәтиже тұрады. Маған ақша төлесем болды, өзің сіңіріп ал, түсінбесең өзінен көр, ұйықтап қалдың ба эфирде, мен етпеймін. Сондықтан, поэтому у меня дорого, қыздар. Басқа коучтермен салыстырудың еш қажеті жоқ. У меня дорого. Ну, енді бірақ алып баратан қымбат емес, конечно, 5 мыңға ақша мәселесін көтеруге ол қымбат емес. Ну, просто жаңағындай қыздар бізде көп үйреніп қалған марафондарға қатысады, сосын жаңағындай семинарларға қатысады, сосын жаңағындай 1000 теңге, 2000 теңге деген сияқты үйреніп қалған ғой, сосын 5000 теңге салыстырады адамдар. Вот. Но я там больше работаю, мен басқа жұмыс жасаймын ғой. Вот. Мен өзім жасаған жұмысыма ғана алам, да? Вот. Мен әр адамға отвечаю, жауап берем. Вот. Оның жауапкершілігі менде. Вот. Одан да маған сол 5000 теңге алып кетіп қалған жақсы. Мен оны сүйрелеп жауапкершілікке алғанымша, да? Вот. Поэтому бұл арзан. На самом деле арзан, я. Вот.